Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін осындай дәмді әрі өте керемет болып шығатын борщ әзірлейміз. Құрамына ешқандай дәмдеуіштің қажеті жоқ. Алдыменен менің осы видеомды толықтай көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Біз осы борщымызды әзірлеу үшін алдыменен етімізді осылай жуып, тазартып алып, өзіміздің ыдысымызға саламыз. Кейін үстіне салқын су құйып, отымызға қоямыз. Отымызға қойғаннан кейін астын барын ашып бір қайнатып аламыз. Отымыздың көбіне қойып, сорпамыз бір қайнағаннан кейін осылай бетіндегі көбігін сүзіп аламыз. Және де дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және бір ашылып тұрған пиязымызды осылай дәмі шығу үшін сорпамызға салып жібереміз. Кейін бір пиязымызды осылай дөңгелек қылып турап аламыз, жартылай дөңгелек қылып. Және картошкаларымызды де турап әзірлеп қоямыз. Барлығын әзірлеп алдық осылай. Кейін үгіткішімізден осындай ұзынша қылып сәбізімізді өткізіп аламыз. Және де бір қызанағымызды да сәбізіміз секілді ұзынша қылып өткізіп аламыз. Және 40 қабатымызды алдыменен сыртындағы бір қабығын алып тазартып аламыз. Және де оны да турап әзірлеп қоямыз осылай. Барлығын әзірлеп қойдық. Сорпамыз, етіміз пісті сорпамыздағы. Енді етімізді сорпамыздан сүзіп аламыз осылай. Түсіріп. Кейін үстіне 40 қабатымызды салып, бір қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз үстіне. Және бөлек ыдысымызға, табамызға май құйып, сұйық май, алдыменен пиязымызды қуырып аламыз қызарғанша. Пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Және үстіне кейін сәбізіміз бен қызылшамызды да үстіне салып, бірге қуырамыз. Сіздер де осы менің видео рецептім бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлығын қуырып әзірлеп аламыз. Кейін үстіне дәміне қарай томат пастасын салсаңыздар да болады. Немесе ұнамаған жағдайда салмасақ да бола береді. Өзінің қызылшаның түсімен өте әдемі болып шығады. Мен 2 шай қасық томат пастасын салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз кейін. Кейін қайнап жатқан сорпамызға үстіне ашылған картошкамызды салып, бірге пісіреміз. Және де үстіне осы қуырылып дайын тұрған сәбізімізді қызылшамызбен бірге саламыз. Жақсылап араластырып, үлкен отта бір қайнатып, картошкамыз піскенше қайнатып аламыз.
осыменен біздің борщымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің осы видео рецептімді толықтай көрсеңіздер, арнама тіркеліп лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.